Сәлеметсіздер ме әріптестер? Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп, осы біздің домбыра өзіме жақын деп осы тақырыпты таңдап, осы домбыраның үнімен деген тақырыппен авторлық бағдарламамды қорғауға рұқсат етіңіздер. Міне домбыраның үнімен 5-ші сынып оқушыларына арналған авторлық бағдарлама. Мен мына жерде өзімнің номер 3-ші оқушылар үйінің музыка пәні мұғалімі, педагог зерттеуші, мәдениет саласының үздігі төсбелгісінің иегері. Қазіргі таңда сол номер 3-ші оқушылары үйінде мұғалім болып жұмыс жасап жатырмыз. Шәкірттерді домбыраға тәрбиелеп, аспапқа. Бұл жердегі, бұл авторлық бағдарламадағы менің мақсатым білім алушыларды домбыра аспабында үйрете отырып, аспапқа деген қызығушылықтарын арттыру және оның оны тәрбиенің құралы ретінде қолдана білу. Бағдарламаның міндеттері: бабалар мұрасы домбыра аспабы туралы мәліметтермен танысу. Екіншіден, домбырада күй тартып, оның қағыстарына келтіріп орындату. Үшіншіден, домбырада әндерді сүйемелдей отырып, мәнерлеп, түсініп орындауды үйрету. Төртіншіден, ұлттық аспап домбыра арқылы білім алушылардың өнерге деген сүйіспеншіліктерін арттыру. Оны өмірге бейімдеу болып табылады. Мемлекетіміздің білім беру және ғылымды дамытудың бағдарламасы осы өзекті мәселені қолға ала отырып, білім алушыларға арналған авторлық бағдарлама жасаудың жүйесін енгізіп отыр. Осыған орай, домбыраның үнімен атты тақырыпта мен 5-ші сыныптарға арналған бағдарлама ұсынып отырмын. Бұл бағдарлама оқыту мен тәрбиелеудің жаңа әдіс тәсілдерін ескере отырып, білім алушылардың қажеттіліктеріне сәйкес әзірленді. Бабалар мұрасы домбыра бағдарлама 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім бабалар мұрасы домбыра. Екінші бөлім домбыраны үйренудің жолы. Үшінші күйлер шежіресі. Төртінші домбырамен сүйемелдейтін әндер болып табылады. Бірінші бөлімде білім алушылар бабалар мұрасы болып табылатын домбыра аспабының тарихымен, оның түрлерімен танысады. Екінші бөлімде білім алушылар домбыра аспабына ойнау әдістерін үйренеді. Үшінші бөлімде білім күйшілік өнер туралы мәліметпен таныса отырып, күй орындауды үйренеді. Төртінші бөлімде білім алушылар домбырамен сүйемелдейтін әндерді танысып, әндермен олардың үйрену жолдарымен танысады. Бағдарламаның басты ерекшелігі білім алушыларды ұлтымыздың өнеріне баулу және қызығушылығын арттыру. Оған домбыра аспабына деген қызығушылығы бар, оны үйренгісі келетін 5-ші сынып білім алушылары тартылады. Бағдарламаның білім алушыларға беретін мол себебі олар аспаптар туралы мағлұматтармен танысып, домбыра аспабының құрылысын ұғады. Бағдарламада ұсынылған тақырыптар жүйелі түрде таңдалып, жұмыс жүргізуге шынайы бағытталған. Күтілетін нәтижелер: бірінші, бабалар мұрасы домбыра аспабы туралы мәліметтермен танысады. Екінші, домбырада күй тартып, оның нақышына келтіріп орындайды. Үшінші, домбырада әндерді сүйемелдей отырып, мәнерлеп орындауды үйренеді. Төртінші, ұлттық аспап домбыра арқылы білім алушылардың өнерге деген сүйіспеншілігі артады. Енді мына жерде жаңағы өзімнің балаларымның жетістігі көрсетілген фотода. Бұл жерде ұлттық құндылықтарды қолдау орталығының таланттар академиясының ұйымдастыруымен болған жаңағы жарыс. Сол жарыста менің оқушыларым бірінші орын, бас жүлделер алды. Мына жерде Айзат деген қызым бас жүлде алып отыр. Мелиса деген қызым бірінші орынды алып отыр.
Сонымен қатар мына жерде Ажар деген қызым, Асел деген қызым, мына жерде Арыс деген балам бәрі бірінші, екінші орындарға ие болып тұр. Мына жерде халықаралық вайнтастар дарынды балалар мен жастарға арналған байқаудың аспаптық өнер номинациясынан Дана, Маржан, Нұрислам атты менің шәкірттерім, бұл соңғы 3-4 жыл дайындаған оқушыларым бұл жерде үшеуі де бас жүлдеге ие болды. Және де ондай жетістіктерді айтатын болсақ, оқушылардың шәкірттерімнің жетістіктері өте көп деп айтсам болады, Аллаға шүкір енді. Одан кейін мына жерде жаңағы Мелиса деп жаңа айтып өттім, оқушыларым және де мен басқа ұлттың балалары маған домбыраға көптеп келеді. Басқа ұлттың балаларында домбыраға тәрбиелеймін. Және жақсы жетістіктері бар оларында. Сөйтіп мен жаңағы шетелдерге көп балаларды байқауға, фестивальдарға апарып отырамын. Сол шәкірттерім шетелге қатты көп дайындалып жүрген кезде жаңағындай бізде сыртымнан қасымда жан жағымда жүретін әріптестерім болсын, көріп отырып осындай шақырып бір күні осындай сізді Жүргенов академиясына шақырып жатыр деп ойламаған жерден барып осы менің еңбегімді бағалап, ол жерде мәдениет саласының үздігі деген марапатқа ие болдым. Асанәлі Әшімовтың қолынан осы медальді алдым. Назарларыңызға рахмет. Біздің жаңағы еңбегімізге және мынау өнердегі балаларымызды қолдап өстіп баға беруге, пікір айтуға біздің көрерменіміз болғандарыңызға мен алғысымды білдіремін. Менің бүгінгі өзімнің тақырыбым авторлық дәстүрлі күйшілік өнер. Енді мен 38 жыл сахнада жүріп, осы күйшілік өнерді дәріптеп келе жатқан домбырашының біреуімін. Өнердегі де, өмірдегі де осы шәкірттерім туралы айтайық деп, жалпы мына дәстүр туралы айтайық деп. Бағдарламамның менің бірінші мақсаты еліміздің ұлттық тәрбие құралы ретінде кеңінен қолданылатын домбыра аспабы деген, домбыра аспабына деген жаңа балалардың қызығушылығын ойнап үйретуге және мынау өнердің құдіретін көрсетуге, осы аспаптармен таныстыруға және мынау дәстүрлі күйшілік өнер, тарихта қалған күйлерді дәріптеу біздің алдымызға қойған мақсатымыз. Домбыра аспабының шығу тарихыменен, оның және түрлеріменен танысамыз. Мына менің қолымда да домбыра, баяғыдағы мына қозы құйрық домбыра деп аталады. Міне сіздерге көрініп тұрса, міне осындай домбыралар. Бұдан да басқа тоғыз пернелі домбыра дейміз. Және осындай шетпе күй орындайтын домбыра бөлек, төкпе күй орындайтын домбыра бөлек, және мынау классикалық шетелдің шығармаларын орындайтын домбыра бөлек. Сол осы домбыралардың түрлерімен таныстырып балаларды жаңағы кәдімгі күйшілік мектептен кәсіби күйшілік мектепке біз тәрбиелеуіміз. Дәстүрлі күйшілік өнер мектебі туралы мәліметтерменен таныстыру балаларға. Кәсіби күйшілік өнердегі негізін қалаушы күйшілермен таныстыру, заманауи бағыттар жаңа күйлердің шығу тарихын айтамыз. Еліміздің төл өнері домбыра аспабы халқымызбен бірге жасап келе жатқан, оның рухани жан серігін айналған музыка аспаптарының бірі осы домбыра аспабы деп ойлаймын. Алаш Ахымжанқызы, мен Алматы қаласы Бостандық ауданы коммуналдық мемлекеттік мекемесі нөмір 3 жалпы білім беретін мектепте көркем еңбек пәні мұғалімі болып қызмет атқарамын. Бүгін сіздердің назарларыңызға 5 сынып ерекше білім қажет ететін білім алушыларға арналған қолөнер авторлық бағдарламамды ұсынып отырмын. Бағдарламаның мақсаты күтілетін нәтижелер, ерекше білім қажет ететін білім алушыларға көмектесу, ортаға бейімдеу, баланы жеке жұмыс істеуге үйрету, білім алушының есте сақтау, есту, көру, сөйлеу, ойлау қабілеттерін дамыту, сенсорлық және сенсомоторлық қол моторикасын дамыту, қол моторикасын жетілдіру, эмоциялық ерік саласын түзету, қарым-қатынас дағдыларын қалыптастырып, әлеуметтік бейімдеу жұмыстарын жүргізу, шығармашылық қабілеттерін дамыту арқылы қолөнер бұйымдарын өнермен байланыстырып, функционалдық сауаттылығын дамыту. Бағдарламаның міндеті бағдарламаны жоспарлап құрастыру барысында ерекше білім қажет ететін білім алушыларға оқытудың жаңа түрлерін, әдіс тәсілдерін көрсету, жаңа технологияларды қолдана отырып, ерекше білім
қажет ететін білім алушыларға қолөнер бұйымының жасаудың тиімді, қолжетімді үлгілерін үйрету. Ерекше білім қажет ететін білім алушылардың табиғи мүмкіндіктерін ескере отырып, жалпы дизайн жасау дағдыларын дамыту және қолөнер бағытын оқыту. Қолөнер дәстүр және шығармашылық. Қолөнер қолдағы қарапайым материалдармен, қарапайым дизайн арқылы еңбек құралдарының көмегімен, көркем композициясының шешімімен тұрмысқа қажетті бұйымдарды қолмен жасау. Қолөнершілер негізінен табиғатты, шикізаттарды пайдаланады. Бұл бағдарлама ерекше білім беру қажет ететін білім алушыларға қолөнердің бай әлемін ашуға, шығармашылық қабілеттерін дамытуға және функционалдық сауаттылығын арттыруға бағытталған. Бағдарламаның құрылымы 4 негізгі бөлімнен тұрады. Бірінші, қолөнер туралы түсінік. Ол жерде дизайн өнерімен және оның қалыптасу кезеңдерімен танысады. Екінші, қолөнер және түстік шешім. Қолөнер түрлерін зерттеп, түстік үйлесімділігін табу. Үшіншісі, сәнді қолданбалы өнер. Қолөнер мен дизайн өнерінің өзара байланысын түсіну. Төртіншісі, қолөнер және дизайн өнерінің маңызы, өз туындыларын таныстыру және дизайн өнерінің құндылығын ұғыну. Бағдарламаның өзектілігі. Бағдарламаны меңгеру барысында ерекше білім қажет ететін білім алушылардың қолөнер бағытындағы тақырыптар барысында әңгімелесу, талдау, жеке, топтық шығармашылық жұмыстар түрінде технологиялық нұсқау карталар, үлгі суреттер арқылы сан алуан қағаз, жапсырмалар, сурет салу, саз басып, су моншақ, синельник сымы, тағы да басқа әсем түрлі бұйымдарын жасау арқылы жүзеге асырылады. Әрбір сарамандық жұмыстарды талдау, мәліметтерді құрастыру, пайда болу тарихын түсіндіріп отырып, бағдарламаның негізгі жұмыс талабына қарастырылған. Күтілетін нәтижелер. Берілген бағдарламаны көркем еңбек пәні мұғалімдерді тиімді пайдалана алады. Бағдарламада берілген әр тақырып ерекше білім қажет ететін білім алушылардың жаңа технологияны дұрыс тиімді қолдануға бағытталған. Және де үшіншісі, ерекше білім қажет ететін білім алушылар ұлттық мәдениетті құрметтеуді сезінеді. Жұмыс барысында ерекше білім қажет ететін білім алушылар мен ұстаздар арасында еркіндік ерекше орын алады. Бұл жерде курс барысында білім алушылар түрлі практикалық жұмыстар арқылы өз дағдыларын шыңдайды. Әрбір сабақ қауіпсіздік ережелері мен технологиялық талаптарды қатаң сақтай отырып өткізеді. Біріншісінде 3D көбелек жасау, қайшымен қию, желімдеу тәсілдерін меңгереді. Ашық хат күрделі түрін жасау, ол жерде түрлі түсті қағаздан ашық хат жасап, оны безендіреді. Моншақ бұйымдары, моншақтан сақина, сырға, білезік тоқу өнерін игереді. Синель сымымен жұмыс жасағанда, синель сымын пайдаланып, гүлдер композициясын орындау. Қорытынды және көрме ұйымдастыру. Курс соңында білім алушылар жасаған бұйымдарының көрмесін ұйымдастырып, өздерінің шығармашылық нәтижелерімен таныстырады. Бұл олардың өзіндік бағасын арттырып, өнерге деген сүйіспеншілігін арттырады. Бұл бағдарлама ерекше білім беру алушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, олардың шығармашылық және әлеуметтік дамуына үлкен үлес қосады. Мына жерде өзім шығармашылық пән көркем еңбектен сабақ беретін болғандықтан, мен өзімнің пән мұғалімі ретінде түрлі сайыстарға көркем пән мұғалімі ретінде қатысам. Негізінде өзім жеке басым қазақтың ұлттық киімін дәріптеймін. Сол кезеңдерден суреттерді сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмын. Келесі слайд. Мына жерде менің ерекше білім алатын, қажет ететін балалардың марапаттау кезеңдері. Мына жерде қалалық деңгейде 3-ші дәрежелі диплом, мына жерде қалалық райондық. Мына жерде менде Динара деген қызым, бұл республикалық деңгейде қолөнерден 1-ші деңгейде дипломмен марапатталған кезеңнен суреттерді сіздерге ұсынып отырмын. Мынау менде Хамза Тимуджин 5-ші сынып оқушысы, мынау Телубекова Динара, мынау менде Киштибаева Аминат, мынау менде Гаухарбекова Амина. Бұл менде киіз басу
жұмысын әдісімен жұмыс істеп отыр. Мынау менде ерекше білім қажет ететін оқушым, және де мынау мен ерекше білім қажет ететін оқушым Саид Айдиляның қалалық кезеңнен алған марапаттан кезінде. Енді бүгінгі күнмен пайдалана отырып, өзімнің оқушыларымның жетістіктерін айта кетейін дедім. Мынау Қырғызстан Республикасының барып халықаралық байқауда бірінші орын иеленген кезімізде сән байқауы бойынша мына жерде біз республикалық арт бәйтерек байқауында бас жүлде алған кезеңіміз. Мына жерде халықаралық жұлдыз арт Қазақстан байқауында бас жүлде алып, сан көрсетілімі театры бойынша номинацияның жүлделі орын алғанбыз. Мынау менің сол оқушыларымның алған грамоталарымен, мақтау қағаздарымен, медальдар. Және де өзімнің мынау халықаралық деңгейдегі алған дипломмен алғыс хатым. Назарларыңызға рахмет. Семинарға атсалысып қатысқан әріптестерге сіздерге мың алғыс. Жұмыстарыңызда шығармашылық тілеймін. Рахмет. Сау болыңыздар. Сіздерге де рахмет. Жұмыстарыңыз табысты болсын. Рахмет. Қолдауларыңызға рахмет.